Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте дәмді, жұп-жұмсақ әрі нәзік болып пісетін лакомка дайындайтын боламыз. Және мен бұл рецепті ерекшелендіріп жасадым. Сондықтан видеоны толық көріп, менің каналыма тіркеліп, лайк, подписка батырмасын басып кетіңіздер. Ең алдымен жылы сүтке бір жұмыртқамызды қосып, бөлме температурасындағы сары майды қосамыз. Және қант қосамыз. Бір қасық тұз қосатын боламыз. Бір қасық дрожь қосамыз. Және барлығын жақсылап бір араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнға барлығын қосып, қамырымызды біріктіреміз. Қамыр осындай қолға жабыспақ болу керек. Енді қамырымызға кішкене май қосатын боламыз және иін қандырып аламыз. Бір сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Лакомканың кремін дайындаймыз. 100 грамм сары маймен және мен бұл жолы вареный сгущенка пайдаландым. Дәмі де өте керемет шығады. Сіздер де дәл мен сияқты жасап көріңіздер. Қамырларымызды бірнеше бөліктерге көз мөлшермен бөліп аламыз. Енді бөлінген қамырларымызды жайып алуға болады оқтаумен, немесе мен сияқты қолмен жаюларыңызға болады. Май қосылғандықтан қамыр қолға жабыспайды. Дәл мен сияқты жасауларыңызға болады. Қамырды осылай жайып аламыз да, бір шетін кішкене ашық қылдырып қалдыратын боламыз. Дайын қамырды 15 минутқа демалдыруға қойып қоямыз. 15 минут демалған қамырды жұмыртқаның сарысымен кішкене сүт құйып, беттеріне жағып шығамыз. «180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз». Піскен лакомкаларды толық суытуға қойып қоямыз. Енді ішіне кремді саламыз. Жақсылап жағып шығамыз және шет-шеттеріне міндетті түрде жағу керек. Үгітілген арахисқа осылай сгущенка жағылған жерлерін жағып шығамыз.
Осымен біздің лакомкамыз дайын. Жасап көріңіздер, ас болсын.